Дана Абайдың дара жолы Қайрат Рысқұлбеков саябағындағы арнайы жасалған алаңқайда көрерменге паш етілді. Ұлы ойшылдың 180 жылдығына арналған іс-шарада Абайдың балалық шағынан ұлы тұлғаға айналған жолы көрініс арқылы көрерменге көрсетіліп түсіндірілді. Ән мен би, сахналық қойылымдар бар. Тақырыпты тілші тарқатады. Саябақ төрінде тұлға туралы жан-жақты ақпар беретін 7 түрлі алаңқай жасалған. Онда бала Абай даналықтың бастауы атты көрініс пен сахналық қойылымдар, ақынның шығармалары тізілген Абай әлемі тұнық бұлақ тақырыбындағы кітап көрмесі сынды бөлімдер қамтылған. Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай ұйымдастырылған Дана Абай дара жол атты әдеби бульвардағы көріністе бала Абайдың рөлін сомдап шықтым. Мен өте қуаныштымын. Маған бұл Абайдың рөлін берген үшін мен өте қатты жауапкершіліктемін. Маған менің әпкелеріме рахмет. Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы ұйымдастырған бұл іс-шараға басқарма басшылары мен зиялы қауым өкілдері, кітапхана қызметкерлері мен оқушылар қатысты. Іс-шара барысында Елена Әлімжанның Брайль қарпіне аударылған Абайтаудың ар жағы мен бер жағы кітабының тұсаукесері өтті. Абай жолы кітабы Мұхтар Омарханұлының және Абайдың өлеңдері, қара сөздері аудиоформат нұсқасында көрсетілді. Бұл шараның ерекшелігі біріншіден табиғат аясында өтіп жатыр, және Абай Құнанбайұлының балалық шағынан даналық шағына дейінгі барлық өмірі қамтылған. Мақсаты осындай ұлы тұлғаны, Абай сынды кемеңгерді, қайталанбас тұлғаны оқырманға және балалар мен жасөспірімдерге, өзіміздің кітапхана оқырмандарына тереңірек таныстыру, кітапқа деген қызығушылығын арттыру, кітапханамызға шақыру. Сондай-ақ ақынның өлең жолдары мен қара сөздерін облыстық ассамблея өкілдері орыс, неміс, кәріс, татар, өзбек, қазақ және дүнген тілдерінде оқыды. Оқушылар саябақ ішінде квест ойынын ойнап, түрлі тапсырмаларды орындап жарысты. Жансая Жанболатқызы, Байғани Бүркітбай, Айқын ақпарат.